Assalamualaikum dostlar, менің есімім Нұрлан. Pindodo курсының екінші сабағын бастаймыз бүгін. Қытайдағы складтың адресін добавить етуді үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақтарда қалай тіркелу керек екенін үйренген болатынбыз. Көрмеген болсаңдар көріп шығыңдар. Каналға подписка жасап, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңдар. Ешқандай курс сатып алып, ақшаларын кетіріп жүрмесін, бізде барлығы тегін. Ендеше бастайық. Pindodoға кірген кезде осындай бастапқы бет шығады. Осының төмен жағында үш жерде. Осыны басамыз. Сосын осыны басамыз. Осыны басқан кезде осындай ақ бет шығады. Менде міне адрес добавить етіліп тұр. Сіздерде ондай болмайды. Сіздерде аппақ бет болады. Сосын мына қызыл кнопка болады. Осы қызыл кнопканы басамыз. Басқан кезде осылай шығады сіздерде. Енді бұл жерде маңызды зат. Маңызды зат. Міне, менде мына толтырылып тұр, міне адрес добавить етіліп тұр, барлығы толтырылып тұр. Сіздер мысалы осыны жазбаңдар. Егер осыны жазып заказ беріп жіберетін болсаңдар, ол товар сіздерге емес, маған келеді. Өйткені әр клиенттің өзінің жеке номері болады. Мынау менің жеке номерім. Әр клиентте өзінің жеке номері болады. Чтобы бұл не үшін керек? Чтобы ертең складқа товар барады ғой. Товар барған кезде осыған қарап білді, кімнің товары екен. Нұрлан ба? Нұрланның товары екен дейді. Сол үшін әр клиентте өзінің жеке номері болады. Енді ол жеке номерді қайдан аламыз? Ол жеке номерді, жалпы жеке номерді, складтың адресін барлығын карго компания береді. Карго компания дегеніміз не? Карго компания дегеніміз Қытайдағы склады бар, сіздің товарыңызды сол складқа қабылдап алып, Қазақстанға әкеліп беретін компания. Соны карго деп айтады. Былай айтқанда сіздің товарыңызды әкеліп беретін затқа, әкеліп беретін адам. Енді ол каргоны қайдан табамыз? Каргоны Қазақстанда көп быжып жатыр ғой. Қандай любой бар. Бірақ ол жерде сенімдісі бар, ұзақ уақыт келетіні бар, жауап бермейтіні бар, сөйлеспейтіні бар, крутой бар, крутой емесі бар дегендей ғой. Әрқайсының өзінің плюсы бар, минусы бар. Оны енді бөлек бір видео болады. Олар жайлы, карго жайлы бөлек видео болады. Енді сіздер мынау мен істеп жүрген каргомен заказ бергім келеді. Нұрлан, мен сен заказ беріп жүрген каргомен заказ бергім келеді десеңдер, маған жекеге немесе комментарийға жазыңдар. Мен өзім сіздерге жеке номер жіберетін боламын. Адреспен жеке номер жіберетін боламын. Мына жер Нұрлан деп тұрған болса, сіздерде өзіңіз болады. Асқар болса, Асқар болады. Басқа болса, басқа болады. Оны мен өзім беретін боламын, маған жеке жазасы оны алу үшін. Бірақ мынаны толтырып жібермеңдер. Түсінікті ғой, да? Мынаны толтырып жібермеңдер. Енді сіздер мына жерді қалай толтыратынымды түсіндіріп кетейін. Мысалы, сіздер маған жаздыңдар. Мен сіздерге осылай жазып жіберем. Қазір дәл осылай сіздерге жазып жіберем. Тек мына жерде өзіңіздің жеке номеріңіз болады. Жеке номеріңіз болады осы жерде.
осыны бірімдеп копировать етіп, осылай копировать. Мына жерге мына қызылды басамыз ғой. Мына жерге біріншісіне получатель дегенге, ең біріншісіне вставить дейміз. Екіншісіне, мына екіншісін копировать етеміз. Так, вставить дейміз. Үшіншісіне басқаша қараңыз. Үшіншісіне, мына жерді көріп тұрсыз ғой, мінекей. Мына иероглифтарды көріп тұрсыз ба? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұлар міне 3-3-тен бөлінеді. Үшеуі бөлек. Бұл қалалардың нелерінің аттары бұл. Бұны бірінші үшеуін жаттап аламыз. Әріптер тұр ғой, бұлай жаттап аласыз. Виндоуға барасыз. Мынаны басасыз. Басқан кезде мына жерден жаңа бірінші иероглиф тауып аласыз. Қазір міне қараңыз. Міне мынау Г-ға ұқсап тұр ғой. Г, сосын содан кейін тағы екеуі тұр. Үш иероглиф. Жерін тауып аласыз соны. Мінекей. 3 иероглиф. Көрдіңіз бе? Мына жерде 3 иероглиф пайда болды. Енді екінші үшеуін тауып аламыз. Мінекей. Мынау. Осыны тауып аламыз. Бұл енді не зат екенін білмеймін. Фушан ба? Фушан деген сияқты меніңше. Мінекей. Мынаны тауып аламыз. Көрдіңіз бе? Мына үшеу түсті. Енді үшіншісі мынау. Мінекей. Мына үшеуі толтырылды. Дәл мынандай болып толтыру керек. Қателесіп кетпеңіздер. Дәл осылай толтыру керек. Енді ең соңғысы төртіншісін полный копировать етіп аламыз. Копировать етіп, мына жерге вставить дейміз. Көрдіңіз ғой? Вставить деп басамыз. Бұл жерде бір не бар. Аз өзгешелік бар. Мына жерде мінекей. Қараңыздар. Түсіндіріп жүрейін. Мінекей. Мына жерде 2 точка тұр ғой, көріп тұрсыз ба? 2 точка. 2 точкадан кейін міне менің атым жазылып тұр. Мінекей. Мынау мына жерде жазылып тұр, көрдіңіз ба? Осы жерге енді мен сізге барлығын дайын қылып жіберемін. Оны басқа тұрмай қой. Осылай дайын қылып жіберемін. Тек осылай копировать етіп, вставить етсеңіз болды. Сосын осы қызылды басамыз. Болды. Сохранить етіледі осындай. Дәл осылай болды. Тек мына жерде атыңыз басқаша болады. Болған. Мына жерде атыңыз басқаша болады. Сол ешқандай қиындығы жоқ. Келесі сабақты картаны добавить ететін боламыз. Каспий Голдтың картасын. Сосын бір товарды заказ ететін боламыз. Үшінші сабақта кездескенше сау болыңдар. Жеке код керек болса, жеке номер, складтың адресімен жеке номер керек болса, маған жазыңдар. Комментарийға немесе WhatsApp-қа. Сау болыңдар.